Армысыздар, құрметті әлеумет. Менің есімім Біржан Ахмер. Мен Астана қаласында орналасқан номері 5-ші балалар кітапханасының тұрақты оқырманымын. Осы кітапхана ұйымдастырған жақсы кітап жан серігім атты челленджді қолдаймын. Қазіргі уақытта мен уақытты тиімді пайдаланып, біраз кітаптарды оқудамын. Оның ішінде әлемдік классикадан Эрнест Хемингуэйдің шығармалары, қазақтың белгілі ақыны Сұраған Рахметұлының «Құс қорамаған күз» атты поэзиялық шығармасы, одан кейін рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша шыққан әдебиет теорияларын оқудамын. Сонымен қатар қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаевтың «Махаббат сазы» атты кітабын оқудамын. Содан бір үзінді келтірейін сіздерге. Мен тілеймін, жарқыным сенде тіле, жақсылық орнасын деп жер бетіне, аққу тіле айдынның келбетіне, айдын тіле аққуды тербетуге. Осы челленджді басқа да оқырмандарға жолдаймын.